Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шайқорық ауылы. Шайқорық орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Оспанова Айнакүл Сегізбайқызы. 3-ші сынып, бөлімі табиғат жағдайлары және олардың маңызы. Дүниетану пәні. Тақырыбы: адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды? Оқу мақсаты: адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын талдау. Рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары. Кәне балалар, бәріміз сабаққа назар аударып тыңдайық. Алғашқы адамдар Африкада пайда болды. Сосын бірнеше мыңжылдықтар ішінде адам бүкіл жер шарына қоныстанды. Ежелгі адамдардың сүйектерін ғалымдар Еуразиядан да, басқа құрлықтардың аумағынан да тауып жатыр. Ал енді біздің еліміздің аумағында адамдар қалай қоныстанды? Қоныстар қалай пайда болды және қалай дамыды? Олардың атаулары қалай шықты деген сұрақтарды қарастырайық. Оқулықтағы суреттерге қарап шығыңдар. Осы жерлердің қайсысына адамдар көбірек қоныстанды? Қалай ойлайсыңдар? Неліктен? Әрине, суы мол жерлерге қоныстанды. Су ең басты табиғат байлығы. Барлық адамдардың өмірі суға байланысты. Ерте заманнан бері адамдар ірі және шағын өзендердің, көлдер мен теңіздердің жағалауына қоныстануы тегінен емес. Су бар жерде өмір бар, тіршілік бар. Француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюпери су туралы былай дейді: су, сенің не дәмін жоқ, не түсін жоқ, не иісін жоқ, сенің сипаттау мүмкін емес. Сенің қандай екеніңді білместен сенімен шөл қандырады. Сені өмір сүруге қажетті деуге болмайды, өйткені сен өзің өмірсің. Сен бізді қуанышқа бөлейсің, сен бізге көш бересің деген екен. Енді мына сұраққа жауап берейік. Су тек адамдарға ғана керек пе? Дұрыс айтасыңдар, өсімдіктер мен жануарларға да керек. Иә, тағы су егіс даласына, орман тоғайларға да керек. Онсыз не аң, не құс, не адам өмір сүре алмайды. Сабақтың тақырыбын анықтаңдар. Сабақтың соңында қандай мақсаттарға жетуіміз керек екенін ойланыңдар. Жарайсыңдар. Еліміздің аумағының қайда және елді мекендердің ол аймақта неліктен пайда болғанын білеміз. Табиғат жағдайлары адамдардың қоныстануына қалай әсер ететінін талдап үйренеміз. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бүгін біз Қазақстанның картасы бойынша саяхаттаймыз. Адамдар еліміздің аумағы бойынша қай жерлерге қоныстанды? Олардың қоныстануына жер бедері, климат, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, су нысандары қалай әсер етті?
осы сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Су көздерінен бастайық. Қазақстанда қандай ірі көлдер, өзендер, теңіздер бар? Карта бойынша анықтаңдар. Каспий және Арал теңіздері, Балқаш, Жайсан, Алакөл көлдері, Орал, Ертіс, Сырдария, Есіл, Торғай, Ырғыз өзендері және тағы басқа. Келесі сұрақ. Жер бедері дегеніміз не? Жер бедері дегеніміз жер бетінің ойлы қырлылығы, жер бедерінің екі негізгі пішіні бар: таулар және жазықтар. Келесі сұрақ. Қазақстанда қандай ірі таулар бар? Алтай Іле Алатауы, Тянь-Шань тауының сілемдері. Керемет, өте жақсы. Адам өмірінде климаттың алатын рөлі өте зор. Климат дегеніміз ауа райының жергілікті жердегі көп жылдық режимі. Ал енді балалар, сендерге мынандай тапсырма беремін. Мына сұрақтар бойынша жақсылап ойланыңдар. Бірінші сұрақ. Адамдар ертеректе еліміздің қай аймағында қоныстанды? Оңтүстікте ме, солтүстікте ме? Екінші сұрақ. Неліктен адамдар табиғаты бай, көп жануарлар тіршілік ететін жерлерді таңдады? Жауаптарыңды дәлелдеңдер. Өте жақсы. Табиғат жағдайларының адам өміріндегі рөлінің орны өте зор екеніне көздерін жетті. Қазір жұмыс істей отырып Қазақстанның картасын зерттейсіңдер және тапсырманы орындайсыңдар. Бірінші тапсырма. Су сөзі қалалар мен ауылдардың атауларына кірігіп кеткен. Қазақстан картасын қарап шығып, өзеннің, көлдің, теңіздің атауымен байланысты немесе атауға су сөзі кіріккен қалалар мен ауылдарды табыңдар. Екінші тапсырма. Картадан елді мекен атауында тау, төбе сөздері кездесетін қалалар мен ауылдарды табыңдар. Үшінші тапсырма. Картадан еліміздің оңтүстігінде және Жетісуда орналасқан ежелгі қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматыны табыңдар. Олар неліктен осы жерлерде пайда болды? Түсіндіріңдер.
Енді балалар, мына өлеңдер шумағын тыңдап, біздің сабағымыздың тақырыбымен қандай байланысы бар екенін түсіндіріңдер. Су деген өмір көзі, тіршіліктің нәрі бұл. Су болмаса оянбайды табиғаттың барлығы. Болмас еді шөп шалан, болмас еді тірі жан. Сол себепті балалар, ысырап қылмайық суды. Келесі үй тапсырмасы. Ғаламтор ресурстарын және қосымша әдебиеттерді қолданып, мына сұрақтардың жауаптарын тап. Сенің тұрып жатқан қаланың немесе ауылының атауы қандай мағынаны білдіреді? Бұл елді мекен қалай және неліктен пайда болды? Оның пайда болуына қандай табиғат жағдайлары әсер етті? Деген сұрақтарға жауап тауып жазамыз.